Баршаңызға сәлем достар, Түс Шыру каналына қош келдіңіздер. Келе жатқан қасиетті Рамазан айы берекелі болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі тақырып та ораза жайлы болады. Видеомызды бастамас бұрын каналымызға тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде Рамазан айын көрсеңіз, рызықтың артып, қарыздан құтылатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде ораза ұстап жүргеніңізді көрсеңіз, жақсы хабар келетіндігін білдіреді. Егер түсіңізде ораза ұстап жүріп, ұмытып тамақ жеп жатқаныңызды көрсеңіз, Алла тағаланың сіздің рызық несібеңізді арттыратындығын білдіреді. Егер түсіңізде ауызашар уақытында тамақ ішіп отырсаңыз, көп жақсылыққа ие болатындығыңызды білдіреді. Түсіңізде ораза ұстап жүргеніңізді көрсеңіз, сіздің дінге берік екендігіңізді және көп сөйлемейтіндігіңізді білдіреді. Түсіңізде оразаңызды бұзып жатсаңыз, сапарға баратындығыңыздың белгісі. Түсіңізде әдейі оразаңызды бұзып жатсаңыз, бір бәле келе жатқандығын білдіреді. Сол себепті абай болыңыз. Егер түсіңізде бір жыл бойы ораза ұстап жүргендігіңізді көрсеңіз, қажылыққа баратындығыңызды білдіреді. Кім Ашура күнде ораза ұстап жүргендігін көрсе, қайғы қасіреттен айырылатындығын білдіреді. Достар, осы видеомыз ұнаған болса, лайк басып каналға тіркелейік. Рамазан айы қабыл болсын. Сау болыңыздар.